Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Сабағымыздың тақырыбы деректерді сүзгілеу. Бүгінгі сабақтан білетініңіз, Excel кестелік процессорында деректерді сүзгілеу арқылы іздеуде жылдам және нақты жүзеге асыру. Кез келген деректер базасымен жұмыс істеу деп, белгілі бір ақпараттарды іздеуді айтамыз. Деректер базасы ұлғайған сайын іздеу қиындайды. Мұндай үлкен ақпараттарды сүзу арқылы керекті ақпаратты оңай табуға болады. Сүзу ең үлкен деректер тізімінен ізделінген деректерді табуды жылдам орындайтын қолайлы әдістердің бірі. Сүзу белгілі бір шарттарға сәйкес тізімдегі деректердің жиынын табу тәсілі. Сүзудің сұрыптаудан ерекшелігі сүзгі тізімдегі жазбалар ретін бұзбайды. Сүзу кезінде қажетсіз жолдар уақытша жасырылады. Microsoft Excel'де сүзгілеу кезінде іріктелініп алынған жолдарды олардың ретін өзгертпей және орындарын ауыстырмай өңдеуге, форматтауға, сол деректер негізінде диаграммалар жасауға, басып шығаруға болады. Сүзгі командасын пайдалану кезінде сүзгіленетін тізімдегі бағандар атауларының оң жағындағы көрсеткіштері бар батырмалар пайда болады. Excel'де сүзгіден өткен элементтерді көгілдір түспен белгілейді. Microsoft Excel'де сүзудің екі түрі бар. Сүзгі автосүзгі сүзудің қарапайым шарттары үшін қолданылады. Ал кеңейтілген сүзгі күрделі шарттар арқылы сүзу жасауға қолданылады. Ал енді оқушылар, сүзуді Excel'де практикалық тұрғыдан орындау үшін мына берілген мысалды қарастырамыз. Әлемдегі кейбір мемлекеттердің халқының саны, жер аумағы және орналасқан құрлық жайлы деректер базасы берілген. Осы деректер базасындағы деректерді белгілі бір шарттар бойынша сүзу жолдарын қарастырамыз. Кітаптағы бірінші суретке назар аударамыз. Ең алғашқы қарапайым сүзуді қосу үшін алдымен деректер, одан кейін сұрыптау және сүзгі бөліміндегі фильтр командасын орындау керек. Оқушылар мұқият қараймыз. Осы командаларды орындағаннан кейін біздің кестемізде мынадай белгішелер пайда болды. Осы кестеде берілген тізімдер арасынан тек Азия құрлығында орналасқан мемлекеттердің тізімі керек болса, онда құрлық тақырыбындағы, яғни мына жердегі сүзгі таңбасын басатын болсақ, міне осындай терезе пайда болады. Көріп тұрғандай, барлық қайталанған құрлық тізімде тұр. Мінекей. Солардың қабатындағы белгіні алып тастап, тек Азия қабатын қалдыратын болсақ, онда деректер базасындағы жазбада тек осы құрлықта орналасқан мемлекеттер қалады. Мінекей, мұқият кестеге назар аударамыз. Мына жерден Азия қабатын таңдағаннан кейін бізде Азия құрлығында орналасқан мемлекеттердің тізімі пайда болды. Сүзгі барысында үлкен деректер базасымен жұмыс жасауда сандарды белгілі бір шартпен іріктеуге тура келеді. Мұндай жағдайда сандық сүзгілер командасын қызметін пайдалану керек. Суретте көріп тұрғандай, сандық сүзгі командасында сандарды іріктеп алудың бірнеше шарттары орналасқан. Берілген санға тең, тең емес, үлкен, арасында, алғашқы 10, ортадан жоғары сияқты шарттар арқылы сандарды іріктеп алуға болады. Мысалы, қарастырылып жатқан мысалда берілген мемлекеттер арасынан халқының саны жағынан 100 миллионнан артығын таңдау керек болса, іріктеу жүргізетін өрісі таңдап, одан кейін сандық сүзгілер командасын орындасақ, мынадай терезе пайда болады. 100 миллионға тең және одан жоғары шартын қойып, халқының саны 100 миллионнан асатын мемлекеттерді сүзгі көмегімен іріктеп алуға болады. Олай болса, окей батырмасын басып байқап көрейік. Мінекей, осы командаларды орындау барысында халқының саны 100 миллионға тең және
Одан да жоғары 100 миллионнан асатын мемлекеттерді сүзгі көмегімен іріктеп алдық. Енді сүзгіні алып тастау үшін сүзгі қойылған деректер ауқымын қайта ерекшелеп, сүзгі батырмасын басамыз. Мінекей кестеміз бастапқы қалпына келді. Оқушылар дәл осылай Excel бағдарламасында практикалық жұмыс жасап көріңдер. Сіздермен бірге қашықтан үйрен каналы, осы каналға тіркеліңіздер, білім алыңыздар және осы сабақты достарыңызбен бөлісіңіздер.